Чөтам, ана жобаны бастаймыз ба? Ой, изи ғой, бастайық. Жоқ, изи болғанда артынан хейтерлер пайда болады деген бар. Хейтерлер болса да хайп болады. Жарайды, ona нахабари болайық. Мұндай сөздерді қазір жиі естиміз. Расымен өзім жас болсам да бірін түсінсем, бірін түсінбеймін. Қайтпек керек, заманның ағымына ілесеміз бе, әлде тілдің шұбарлануынан сақтанамыз ба? Лингвистердің зерттеуі бойынша сленг сөздер 13-20 жас аралығында кеңінен қолданылады екен. Сондай-ақ жастар арасындағы жаргон сөздерден бөлек әскери, журналистік, қылмыстық сленгтер де бар. Білесіз бе, алғашында мұндай сөздер жасырын топтар мен ұйымдардың арасында пайда болған екен. Кейін жастар арасында қолданысы артып сәнге айналды, алайда қоғамда мұны құп көрмейтін жастар да бар. Қазіргі таңда сленг сөздер өте көп қолданылады деп айтсақ болады. Әсіресе әлеуметтік желілерде жастар көп қолданып жатады. Жаңа пікірлер жазған кезде де, бірақ та өз басым ол сөздерді көп қолданбайды екен. Жалпы ол нәрсе әр адамның өзінің ортасына байланысты сияқты қолданылуы. Негізі қазіргі жастардың арасында ол көп таралып жатыр, бірақ қолдамайын деп айта алмаймын. Заман дамып жатыр негізі. И потом болған дұрыс негізі. Біз өзіміз тіл мамандығында оқимыз, қазақ тілі әдебиеті мамандығы. Өзіміз жастарға насихаттаймыз, сол сөздерді қолданбауға және өзіміз барынша ұстанамыз. Тіпті жаңағы сленг сөздерден бөлек орысша сөздерді де қолданбауға кеңес береміз барлық жастарға. Жалпы менің ойымша сленгтерді қазақ жастар өте көп қолданып жүр, және бұл сленг сөздердің кесірінен қазақтың жалпы өзінің сөздері, яғни сөздеріне өте қатты әсерін тигізеді. Сол үшін сленгті қолдануға болады, бірақ өте көп мөлшерде емес деп ойлаймын. Десе де, бұл сөздер қазір ауыз екі тілде азая қоймайтыны анық. Олай болса, өзім білетін танымал сленгтермен таныстырайын, тым болмаса соларды біліп жүрейік. Кринж, ағылшын тіліндегі to cringe сөзі қазақ тіліне жиырылу деген мағынаны білдіреді. Бұл өзін ыңғайсыз сезіну, өзгенің қылығы үшін ұялу деген мағынада қолданылады. Flex, ағылшын тіліндегі to flex сөзі бағалы заттарды көрсету, нақтырақ айтсақ мақтану дегенді білдіреді. Бүгінде жасөспірімдер брендті киімдер, қымбат смартфондарымен мақтанады. Shipper, бұл сөзде ағылшын тіліндегі shipping сөзіне енген. Ол атақты адамдар, кітап не фильм кейіпкерлерін қосып, олардың арасында романтикалық сезім бар деген мағынаны білдіреді. Рофл. Бұл сөз рофл аббревиатурасынан шыққан. Толық нұсқасы rolling on floor laughing. Күлкіден еденде дөңбекшу дегенді білдіреді. Бүгінде бұл сөзді әзіл, мазақ немесе келеке ету дегенді білдіреді. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт. Қазақтың мәңгүрті онсыз да аз емес, олардың қатары көбеймесін десек, менің ойымша, жаргон қосып сөйлеудің кең етек алып кетуін осы бастан тыюымыз қажет.